Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге табадаш салатын тағы бір торттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау баса кетіңіз. Қамырын дайындау үшін ұнымызға құмшекерді және бөлме температурасындағы майды салып араластырамыз. Осындай үгітілмелі қамыр дайын болады. Осы дайын болған қамырды бірден қызып тұрған табаға аударып, бөліп қуырып аламыз. Қамырымыз қуырылғанша, яғни ақшылдау түске енгенге шейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Дайын болғаннан кейін бірден басқа ыдысқа аударып алу керек, әйтпесе табаның қызуымен күйіп кетуі мүмкін. Енді кремімізді дайындап аламыз. Ол үшін құмшекердің үстіне 4 жұмыртқаны жарып қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне жүгері крахмалын салып, тағы да бір араластырамыз. Одан кейін ұнымызды бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай ішіне түйіртпек қалмауы керек. Одан кейін ең соңынан осы массамызға сүттің кішкене бөлігін құйып, екеуі жақсылап араласқанын күтеміз. Одан кейін қалған сүттің барлығын құйып, газге қоятын боламыз. Орташа отта крем қоюланғанға дейін осылай үздіксіз араластырып тұрамыз. Креміміз осылай дайын болғаннан кейін сары майды салып, араластырып жібереміз. Сары май толық араласқаннан кейін кремімізді басқа ыдысқа құйып аламыз. Бетіне осылай целлофан тигізіп жауып қоямыз және суығанын күтеміз. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай қамыр мен кремді кезектестіре отырып, тортымызды жинаймыз. Дайын болғаннан кейін тортымыздың бетін целлофанмен жауып, бір түнге немесе 6-7 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Менде бір түн тұрды. Одан кейін бетінде целлофан алып, тортымыздың жан-жағын формадан ажырату үшін осылай пышақпен кесіп шығамыз. Бүлінген жерлерін осылай тегістеп жібереміз. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. 6-7 сағат тұрғаннан кейін осылай кремі сіңіп, тортымыз жұмсақ болып шығады. Ешқандай пешті қажет етпейтін, ауызда еритін осындай өте дәмді тортты жасап көруге кеңес беремін. Осындай дәмді торттың отбасыңызды қуантыңыз. Баршаңызға ас болсын.